Жігіт селт еткен жоқ. Айтқан сөзінің оған зәредей әсер етпеуінен вокзал бастығының өзі шошынайын деді. Ол әлгі үйренген құлағына қайта еліп кеп тағы бірдеңелерді айтты. Жігіт орнынан тұрды. Газеттері мен заттарын жинастырды. Сөйтті де анталап тұрғандарға түгел бір қарап шығып, «Сіздерге жаным ашыған соң ғана көндім», деді де вокзал бастығының соңынан ерді. Қаратай ішке кірді. Жүзінде жеңістің, үстемдіктің, салтанаттың нышаны да жоқ. Осылай болу керек. Қайта реніш байқалатын сияқты. Осылай болмағанына. Бейтаныс жігіт шығып бара жатқанда Бағила оның жүзіне көз тоқтатып қарады. Чемоданын қолына алғанша одан құтылуға асығып отырған қыз енді ол шығуға ынталанған сәтте ішкі жанарын сезіммен көз тоқтатып еді. Оның тұлғасы мен бет пішіндегі алғашқы тәкаппарлық пен ешкімге бас емес паңдықты тағы тауып, таңдау мен аяушылықтың жұмбақ ортасында қала берді. Пойыз орнынан қозғалды. Бағила сонда ғана аңғарды. Шығарып салуға келген адамдар тым көп екен. Бұл олардың көпшілігін жай ғана шырмата, кейбіреулерін тіпті де білмейді. Көрген де адамдары емес сияқты. «Папа, шаршадыңыз ба?» деді Бағила, әлден соң еңсені басқан ауыр үнсіздікке төзе алмай. Әкесі: «Жоқ, уайымдамай-ақ қой», дегендей қызына күле қарап басын шайқады. «Бұл кісі де әлгі жігіт жайлап ойлап отырды ма екен?» дейді Бағила іштей. «Мүмкін емес. Ол қалып бара жатқан қырау жұмысын уайымдап келе жатқан шығар. 2 аптадан кейін конференцияда баяндама жасауы керек. Несі бар?» деді іштегі қарама-қарсы ой тағы бір шеттен бас көтеріп. «Бұл кісі де адам ғой, және өз ісіне есеп беріп үйренген адам. Бейтаныс жігіт жайлы ойласа, оның несі өрескел. Оның үстіне ол жеңілді ғой. Оңай жеңілді. Басым имей жеңілді. Өзі емес, өзгелерді аяп жеңілді». Бұл сөзді әрине папам да естті. Бәлкім, сирек кездесетін, әсіресе әкемнің алдына көлденең тұрар мұндай мінездің тіпті осыған дейін болмауы да мүмкін ғой. Ендеше ол туралы аз ғана сәтке неге ойланбасқа? Проводник кеп Қаратайдың төсегін жаңалады. Бұл орында бейтаныс жігіт жатқан. Проводник жастықтың тысын ауыстырған кезде оның астынан бір парақ қағаз шықты. Бір беті толық жазылыпты. Проводник оны стол үстіне қойды да, «Негізі жұмыс бұл емес, жастықтың тынысын ауыстыру» дегенді аңғартқандай қимылын жеделдете түсті. Ол қағазға Қаратай да мән берген жоқ. Қызыға өзі. Жек көру мен ынтығудың арасы бір-ақ адым екенін Бағила болмысымен ұғынбаса да, осы сәттен бастап өзінің бір ынтызары жартылай жазылған әлгі қағазға ауғанын сезді. Көкейіне шешілмес жұмбақ тастап кеткен адам ақ қағазға не жазды екен? Онымен не туралы сөйлесті екен? Ондағы жазулар міндетті түрде осы көзге шейін тыңдап, естіп, оқып келген сөздерден мүлдем бөлек болуы мүмкін. Қалай болғанда да Бағилаға осылай көрінді. Келет найзағайдай сап ете түскен жаңа ойдан оның тұла бойы дір етіп, демі жиілеп сала берді. Бейтаныс жігіт қалып қойған қағазына қайта айналып соғуы мүмкін ғой. Бағила ол жігіттің қайта айналып соғуын іштей қалады ма, қаламады ма, ол жағын өзде анық аңғара алмады. Әйтсе де ұзақ жылдар бойы ізет пен құрметтің, кішіпейілдік пен мейірімдінің ғана бесігінде бөленіп, тып-тыныш бір қалыпты баяу өмір бүгін ғана түлер алдындағы үкідей бір сілкініп өткенін, сол сілкініс оның тынышын алғанын сезінбесе шарасыз еді. «Папа, шөлдеген жоқсыз ба? Шай кеп берейін?» Бағила бұрын-соңды басына оралып көрмеген бір-біріне көреғар ойдың шырмауына төтеп те жауап та бере алмай, содан құтылудың оңай тәсіліне көшіп, өзін бөгде қимылмен алдандырмақ боп бекінді. Бірақ әкесі әлде шөлдемегенін, біраз демала тұратынын айтып,
оны көпеге сонымен бірге шырмауы қойдың қамауында қалдыра берді. Көпе есігі жайлап ашылып, ар жағынан «Рұқсат па екен?» деген ер адамның даусы естілгенде Бағила орнына ұшып тұра жаздады. Мұның шошып күткені ақ сүтке қан тамғандай екі бетін албырап шыға келгеніне жігіт те таңданып, аз-кем мүдіріп қалды да: «Қаратай Исаевич, сізге қазір ештеңе қажет емес пе?» деп келген мақсатын білдіріп шықты. Қаратай Бағилаға айтқан әлгі сөзін оған тағы қайталады. Жігіт кешірім өтініп, есікті бұрынғы қалпынша жартылай жауып кетті. Бағила кейіннен білді, бұлармен бірге көрші купеде екі жігіт келе жатыр екен. Әлде өз жұмыстарымен келе ме, әлде әкесіне еріп келе ме, ол жағын Бағила түсінген жоқ. «Папа, сіз жайғасып алыңыз, мен коридорға шыға тұрайын». «Мейлің қызым, тынығып алғаным да жөн болар». Мұның бойындағы әдеттен тыс бір өзгерісті ол сезді ме, қызының сөзіне бірден келісе кетті. Бағила коридорға шығып, ашық терезеден сағымды маң дала көз жіберіп, шетсіз де шексіз бұл дүние тек осындай қырқасыз жазықтан тұратын секілді. Бір көрген адам мына сияқты аптапты далада байлап қойсаң шынжырын үзіп шығуға қабыл екенін жасыра алмас еді. Өзде сол ойдан аулақ еместі. Бірақ өткен жылы бір ай Қырымда демалып, бір ай Балтық жағалау республикаларын аралап қайтып келе жатқанда осы маңдала көзіне оттай басылған. Дүниедегі барлық жасыл алқаптардан сағым оранған аптапты даласы әлде қайда жақын, әлде қайда қымбат екенін аңғарды. Және де сол бұдырсыз дала өз жүрегінен қашан орын алып, алысқа ұзағанда орны бөлек сағыныш боп санасын билей дәрежеге қашан жетіп үлгергенін де сезген емес.